Ақан Нұрманов, Құланның ажалы, 6 бөлім. Рүстембай бүгінде күндегісінше ерте тұрды. 4 қанат қараша үйдің түндігі жабық, есігі түсірулі, іші әлі қап-қараңғы болса да өзіне ғана тән бір түйсікпен таң атып қалғанын сезген. Көне тоздау қоңыр шапанын желбегей жамылып сыртқа шықты. Шығыс жақтағы қоңыр төбелердің үстіне қамар белбеу тастағандай ашық көгілдір түске енген екен. Күз күні желкем ызғырықтау. Жел екпіні қоңырайған дала бозын дірдек қақтырады. Дәрет сындырғанша Рүстембайдың да бойы тоңазып тітіркеніп кетті. Жауын жаумаса деп Рүстембай аспан жүзін барлады. Көк жүзі ашық, бұлтсыз. Егіншінің қара борбай өскен баласы Рүстембай осы қырықтың үстіне шыққанша күн райын бағып өскен. Күн шамасы ашық болар. Анау қалған жердің егінін жинап алсақ, мұртымызды балта шаппас деп бүгінгі жұмысын мөлшерлеп қойды Рүстембай. Бұл өңірде бұдан ерте тұрған адам болмаса керек. Шығыстан батысқа қарай ирелеңдеп ұзын аққан торғайлының жоғарғы жағында отырған малдауылдан да өлі жанды қара қыбыр еткен жоқ. Өзеннің арғы бетіндегі жері биік түбектегі шоғыр-шоғыр көң үйінділері көп кеңес ауылы да тып-тыныш. Рүстембай қарағыра түсіп кетпеді ме деп өзен иірімінің беткейіндегі егіндікке көз салды. Әудем жерде жайланған жазық алқап қоңыр түсті далада ерекше көзге ұрып сап-сары болып жатыр. Рүстембайдың бойы жылып сала берді. Әкесі де диқан еді. Су қайтып елқан жайлауға көшкенде бұлар жалғыз үй көңде қалып егінге шығатын. Қыстаулары сонау жоғарғы жақтағы Қостөбенің қойнауында қайыңды сайда еді. Қостөбе етегінен шығатын көз бастаудың суын сарқып егінге құйып сол арада бұлар талай жыл отырды. Әкесі өлді, қыстау маңайының аз ғана жері тозды. Содан кейін мұның Шарбақбайдың жерін жерлеп, егінін еккенде күндері болған. Бірақ диқан көңілі баяғы өзінің тары бидайын егіп, қауын қарбыз өсіретін күндерін жалпақ төбелі жатаған қыстауын аңсайтын да тұратын. 16 жылы елдір көтерілгенде бұл да шапты. Әуелде осы Шарбақбайдың бір баяғасы хан сайланып, бұл рулас болмағанмен жерлестік ретімен соның қосынына қосылған. Кейін сардар сарбаздарды сапаластырғанда Құланның жүздігіне кірді. Аса мерген болмаса да мұның да көздегеніне тигізетіндей өнері бар еді. Өйткені егіннен қол босағанда құс пен балықты да кәсіп қылып, кедей дастарханына қосымша талшық етуші еді. Астыққа айырбастап алған ескі бердеңкесі жақсы серік болды. Мінезінің бір тоғалығын ұнатты ма, әлде күйік, құмкешу, доғалдағы сияқты ер сыналар қанды ұрыс, қарулы қақтығыста қайыспаған қайсарлығына сүйсінді ме, Құлан мұны жақын тартып үзеңгі жолдас етті. Онбасы сайлады. 16 жылғы сел көшкендей дүрбелеңнен бұрын Құралайды көзге атқан мергендігі бүкіл Батпаққара, Торғай өңіріне жайылған Құланның атағы сол соғыста тіпті дабырайған болатын. Кейін сарбаз қайтқанда дүрілдеп тұрған Құлан бір қатар қашқан пысқан бай-бағланның малынан айдап қайтты. Ол кезде оған бұл елде мұның қалай дейтін кісі жоқ. Мен найзаның ұшында оттың ішінде қан кешіп жүргенде бұл шынжырбалақ шұбар төстер інге тығылған италағаздай бұғынып жатты. Несін аяймын оларды, өзіме керегін тартып алмай деп бұған сыр шерткен. Сардар енді үкіметке дейдікі жерде суда солардың елігіне тиеді. Ең үлкен большевик Ленин солай деді деп еді. Ал деген кезде алмаймыз ба деген оған Рүстембай қиялай бұл қылығының ертеректігін аңғартқан. Бұл ауылдағы жадитше оқытқан молдадан сауат ашқан. Оны мұныға зер салып, большевиктердің үгітін құлағына сіңіре жүретін еді. Маған ертес-ертелігі жоқ, кез келген байыңды қазір-ақ шауып аламын деп көпіне сөйлеген, көңілінде өз даңқының желігі әлі ошақтағы оттай лаулап тұрған мерген. Одан кейін аласапыран 18-19 жылдар келді. Қызылдардан жеңіліп, Ақтөбе Орал майданынан шығысқа қарай ыққан ақтың әскері бейбіт елге бүйідей тиді. Сонда сарбаздардан байлар өшін алудая қалды. Солардың көрсетуімен ақтар жолындағы ауылдардан көп адамды атып кетті. Бірақ Құланға қолдары жетпеді. Оны да нұсқағандар болған шығар, дегенмен сонау Қаратастың көз қойнауында тығылған үркердей жеті үй текеге арнайы қалың әскер барған жоқ. 5-10 біз деп әйтпесе адасып барған ақтың жазагерлері әдетте ол жақтан суға батқан тастай із-түссіз кететін. Соғыс дегенді бұл батырлар дастанындағы жекпе-жек айқас тәрізді болар дегендей бұлдыр түсінігі бар момын шаруа еді.
Қатын бала шал-шауқанға дейін опат болған қанды қырғынды өз көзімен көруге тура келді. Бойындағы бар аңғалдығын, аямпаздығын сол соғыс бір-ақ күнде сыпырып алып, жүрегіне қатыгездік құйғандай болды. Патша әскері ел ішін обадай жайлаған сонау бір үрейлі кезеңде Рүстембайдың қапыда науыт боп кете жаздағаны бар. 16 жылдың осындай күз айы болатын. Шарбақбай ауылына бір дүрмек ақ әскері келіп, ошарылып түсіп жатыр дегенді оқшау қыстаудағы бұлар бір көлденеңді көк аттыдан естіген. Сұмдардың бет алысы жаман көрінеді. Осы жолында кездескен ауылдардың адамдарын қырып, жақсы аты болса тартып алып, әйелдерін зорлап, әйтеуір білгендерін істеп келеді дейді. Әсіресе сарбазға кәрі қатты тігілген екен деп шошынта сөйлеген жолаушы. Бұлардың үйіне сәске түсте соққан сол адам түк кідірмей аттанып та кетті. Пәледен машайық та қашыпты деген. Рүстембай сен де қапы қалма деп алды-артына қарамай жөнеле берді. Рүстембай анық сасайын деді. Көрші үйдегі Нұртазаға әйелін жүгіртті. Нұртаза осы ауылдағы бір момын шаруа болатын. Аздап сопылығы да бар. Әйтеуір намазын қаза қылған адам емес. Құдай-ай өзің сақтай көр, Рүстемжан-ау, бір жерге бой тасаласай келіп қалар әлгі әзір елдер. Ей Алла, пәлекетіңнен аулақ қыл деп шешесінің жалбарынғаны мұның әлі құлағында тұрған тәрізді. Өзінің де жүрегі қобалжып, арқасы шымырлап кетті. Қап, бармағымызды тістеп қалдық-ау деп ойлады ол. Бұл жаудың бетін қайырар күш те жоқ. Қой ауылда жатып текке өлуге болмас. Бестаудағы қалың сарбазға барып қосылу керек. Біраздан соң үйге сопақ жүзі онан сайын сопайып, абдыраған Нұртаза оның соңынан түсі қашқан келіншегі кірді. Нұреке, жау келіп қалыпты, аттану керек деді Рүстембай. Рүстемжан-ау, егін орусыз қалды ғой, оны қайтеміз деп Нұртаза бұған аңтарыла қарады. Биыл осы екі үй қосталып, аз ғана егін еккен болатын. Малдыларға жалтан көздіктен құтылып, өз алдына шаруа баққанына, егіннің жақсы шыққанына Нұртаза орасан қуанып, Құдайға шүкіршілік етіп жүруші еді. Енді мына төнген қауіптен гөрі егінді ойлап қайғырғаны байқалады. Ай Нұреке, ай, бас аман болса егін жиналар. Өзің естідің ғой Шарбақбай ауылына патша әскері келгенін. Енді кідірсек өлгеніміз, аттану керек дереу. Жарайды Рүстембай, өзің біл шырақ. Онда мен ат ертейін деп Нұртаза еңкеңдеп шығып кетті. Өзі ұзын бойлы, бір көрмеге қарулы дейтіндей қырықтардағы жігіт еді. Бірақ негізі қорқақтау ма, қалай жұрттан именіп ақ тұратын. Талай жыл жалшылықта жүргені де сол ынжықтығынан болса керек. Ал Рүстембай оған қарағанда аласалау, бірақ денесі тембелше жауырынды. Сонымен түс ауа бұлар Бестау қайдасың деп тартқан. Бұл жау бай ауылында жайласып жататын шығар деп ойлаған. Әрі сарбаздар тобына қосылуға асыққан Рүстембай төтелей тартқан. Сөйтсе ол ойы қате екен. Торғайлының биік қабағын жағалап, шоқырақтатып келе жатқан бұлардың алдынан Тоғайлы өзек ішінен 3 жау солдаты шыға келді. Еш қайран қылуға болмады. Рүстембайдың тақымына қыстырған бердеңкеден өзге бұларда қару да жоқ еді. Бірақ оны сурам дегенше ақтың 3 солдаты 3 жақтан винтовкаларын кеуделеріне тіреп тұра қалды. Сөйтіп бұлар мысығырып тұтқынға түскен. Солдаттар талай жерді шарлап келе жатқан тәрізді. Әйтеуір ат артына артқан буыншақ түйіншектері молақ. Кез келгенді тонап келе жатқан залымдар екен-ау деп ойлап қойды Рүстембай, қаны қайнап. Қап әттеген-ай, абайсызда қорқауларға ит жемі болдық-ау. Бәрі өзімнің ақ көздігім, әйтпесе жау өріп жүргенде төтелей тартамын деп не жыным бар еді. Екеуін ұстағаннан кейін аттан түсіріп, Нұртаза мінген жирен жорғаға тонап алған заттарын артқан. Содан кейін Рүстембайдың астындағы құла байталға екеуін жайдақ мінгестіріп, Қостөбеге қарай тартты. Солдаттардың екеуі тұтқындардың артында, біреуі алда келе жатыр. Сол алдағысы еңгезердек жирен казак орыс. Артына бұрылып қарамайды да. Құйрық жалы сүйретілген, алды мен арты есік пен төрдей көк атын сипай қамшылап, бұлдырлап өлең айтқан болып келеді. Қашан бұлар ақиық шығанағына жеткенше Рүстембай қанжылап опынумен болған. Қалай құтылуды ойлап басы қатқан. Шығанақтағы елсіз көңде бір топ әскер жатыр екен. Бәрі де көк шалбарының ұзына бойы тігісіне жалпақ қызыл лампа тіктірген. Етегін қызылдаған фуражкалары бар. Сұр шинелді, мылтық, қылыш асынған казак орыстар. Қолдарында бір-бір дырау қамшы. Енді бізді жауапқа тартып, содан кейін атып өлтіретін шығар деп ойлады Рүстембай. Ай әттегене, тектен-текке өліп кететін болдық-ау. Мына Нұртаза байғұсты ерте қойып едім, осының обалына қалдым-ау. Ауылда жүрсе аман болар ма еді, қайтер еді.
Үш солдаттың бірі погонында үш жолағы бар біреуге әлдене деді. Ол Рүстембайларға немқұрайды көз салды да, содан соң қолға түскен екі атты қызықтап кетті. Әлгі еңгезердей жирен жазагерді шақырып, жасауыл деп Қостөбе жаққа қарай сілтеді. Жирен солдат атына қарғып мініп, бір-біріне тығылып тұрған бұлардың қасына келіп, қамшымен осып-осып жіберді де, Қостөбе жақты нұсқап марш деді. Шамасы өзін жұмсағанға тағы да ел тонағанда олжадан қағылатынына ызаланса керек. Қамшы тигенде қайқан ете қалған Нұртаза алға түсіп тайраңдай жөнелді. Қамшының ұшы арқасын оңдырмай осып кетсе де Рүстембай шыдады. Тістеніп жүріп келеді. Әйтеуір жалғыз солдат айдағаны көңіліне медеу. Бұлар өзенді жағалап сәл ұзай бергенде жаңағы бастық жирен солдатты тағы шақырып алып бірдеме деді. Қолын қылышша сермегенін байқап, Рүстембай былай шығарып шауып таста деп бұйырмадым екен деп көңіліне секем алды. Нұреке, деді ол асыға аптыға сөйлеп. Мыналар бізді өлтірмей қоймайды, не де болса арпалысып қалайық. Екеуміз орайын тауып екі жақтан ала түссек, бұл солдатты жайратпаймыз ба? Ойбай, Рүстемжан, қылыш мылтыққа қарсы құр қол қалай алсасың? Не қылса да көне берейік, Қостөбеге апарса Шарбақбай мырза ара түседі ғой. Әй, сол Шарбақбай залымнан не ғайыр болар дейсің? Онан да өзіміз қимылдайық та. Қой, ойбай, Рүстемжан, қарсыласпа, атып тастайды деп дірдір етті Нұртаза. Ал жүр енді, кеп қалдана әзірейіл. Жолдасының қорқақтығына Рүстембайдың ызасы келді. Қашып кетер бір ұрымтал жер болар ма деп жан-жағына қарап қояды. Бірақ сол бет ашық дала, оң бет құламақ жарқабақты өзен. Бұлар біраз жүргеннен кейін Ақиық шығанағынан 1-2 шақырымдай жердегі бір қыстауға жетті. Қыстау ойлау жерде тұр. Осы арада солдат атынан түсті де екі тұтқынды бір-біріне арқаларын бергізіп қанжығадағы арқанымен матады. Содан соң өзен жағасындағы шоқталға атын байлап өзі көңге кіріп кетті. Бұл жауыз шамасы бізді өлтіргісі келіп жүр. Осының көзін құртып қашып құтылмасақ өлгеніміз деп тағы сыбырлады Рүстембай серігіне. Рүстемжан-ау, байлаулы тұрып қалай өлтіреміз деп жылап жіберді Нұртаза. Көңіліне үрей әбден кірген секілді қалтырап тұр. Онда Нұреке, қапы қалмайық, бір айла табылмай ма деп Рүстембай әртүрлі амал ойлай бастады. Бірақ қарулы солдатқа қалай қарсы тұрады? Қылыштап әйтпесе атып тастамай ма? Әй, бір жекпе-жек жұлғысқа келер ме еді? Рүстембайдың бір кісілік қуаты бар еді. Ауылда ойын-тойда күрескенде құрбыларын алып соғатын. Соғымға жылқы жығуға да көршілері мұны шақыратын. Проклятые киргизы деп ақыра шықты сол кезде көңнен солдат. Ештеңе таппағанына ыза болса керек. Оның не айтқанына екі тұтқын түсінген жоқ. Әйтеуір тәуір сөз айтпағаны анық. Солдат бұларды байлаған арқанды шешіп қаншығасына бекітті. Содан кейін екеуіне тесіп жібере жаздап біраз қадала қарады. Асықпай саспай иығындағы мылтығын қыстау қабырғасына сүйеп қойды. Қамшысын тастады. Нұртаза оң жақта бір адымдай ілгерірек тұр. Шамасы жаудың жүзінен жаманшылық нышанын сезсе, жалынып жалбарынбақ тәрізді. Анау да соны сезгендей Нұртазаны айналдыра берді. Бір кезде бетіне қарап бажырайып тұрған Нұртазаның сыртына шыға беріп, тірсектен аяқпен қақты да иықтан басып қалды. Тұтқын тізеден кесілгендей сылқ етіп отыра кетті. Сол сәтте күн сәулесіне шағылсып, қынаптан суырылған қылыш жарқ етті. Рүстембайдың еш нәрсе ойлауға мұршасы келмеді. Көз алдында ешкімге жазығы жоқ момын жанды өлімге қия алмады. Арыстанша атылып, жаудың ту сыртынан ала түсті. Рүстембай жендеттің қолын қайырып, қылышын тартып алуға тырысып жүр. Нұреке, тұр, ұмтыл Нұреке деп жанұшыра айқайлап та жіберді. Бірақ Нұртазадан ес кеткен тәрізді. Мойнын бұрып, бажырайып, бұларға қарап отырған орнында қатып қалыпты. Солдат қолындағы әрлі-берлі бұлғалақтаған қылыш бір кезде Рүстембайдың шекесіне тиіп, шым еткізді. Бірақ жігіттің есілдерді жауыңғылату, ет қызуымен жарасын елемеді. Әйтеуір бір кезде Нұртаза да ес жинағандай болды-ау. Өңкелеңдеп тұрып солдатқа қарсы алдынан ұмтыла берді. Жау оны теппекші болып аяғын көтергенде Рүстембай шалқалата тартып қалды. Сол әбүйір болды. Әйтпесе темір тақалы дәу етік тигенде Нұртазаны жалпасынан түсіретін еді. Жендетті серігі бас салғанда Рүстембай соны пайдаланып, қылыш ұстаған қолды бұрап қалды. Қару зың етіп шөп үстіне түсті. Нұртаза солдатты қоя бере салып қылышқа жармасты. Өзінен алысырақ ұстап қарап тұр. Ал Рүстембай үшін нағыз қиыншақ енді туды. Еңгезердей жау ырс-ырс етіп мұны олай-бұлай бұрай бастады.
Жігіт қабырғасы қайысса да бой берген жоқ. Шап, Нұреке, шап деп ышқына айқай салды ол қылышқа әлі таңырқай қарап тұрған Нұртазаға. Рүстемжан, өмірімде адамға қару жұмсап көрген жоқ едім, қалай шабамын деп жылай жауап берді ол. Солдат артымнан шауып жібереме деп қауіптенсе керек, бір көзі сыртта. Нұртаза жаққа Рүстембайды шығарғысы келіп ығыстырып жүр. Бір кезде жігіт жауын іштен шалып алды. Сол-ақ екен, бойына бір қуатты күш құйылғандай болды. Енді жауын жеңіп алатынына әбден көзі жетті. Іштен бір шалса, қандай дәу жігіттерді бұл алып ұра беретін. Бұралып барып, ыңқ ете түскен жау жаман жығылды білем, қозғала алмай қалды. Енді мүдіруге болмады. Рүстембай Нұртаза қолынан қылышты жұлып алып, жанталаса орнынан тұра берген дұшпанын қиялай тартып жіберді. Жазагер дүниені көшіре өкіре құлады. Рүстембайдың өзінің де үрейі ұшып кетті. Енді аз кідірсе, жан-жақтан жау қаптап шыға келетін тәрізді. Алыс-жұлыста басынан ұшып түскен тымағында тауып киюге мұршасы келмей, винтовкамен оқ салған сөмкені іліп алып атқа ұмтылды. Аттың мінер жағынан баруды ұмытып, қамшылар жағынан қарғып мінді. Байлаулы шылбырды да шешу ойына кірмепті. Қылышпен қиып жіберді де атты ойқастатып, жазагердің жанында мәңгіріп тұрған Нұртазаның жанына жетті. Мінгес, Нұреке, бол тез деп ақырып жіберді ол жолдасына. Нұртаза ұйқыдан оянғандай бұған бақырая бір қарады да жанталасып ат жалына жармасты. Буын-буыны кетіп қалған екен, әрең мінгесті. Сонымен екеуі талдөзекке түсіп тайып отырған. Жауға жалынғанмен жан қалмайтынын Рүстембай тұңғыш рет сонда білген. Бірақ көпке дейін гимнастеркасының жауырынына қап-қара боп қан жайылып бара жатқан жазагер көз алдына елестеп шошып оянып жүрді. Кейін талай ауыр қаза кісі өлімін көрді, бірақ олар анадай әсер еткен жоқ. Рүстембай үйге қайта кіргенде ырсылдап күрсілдеп кәрі шешесі де тұрып киініп жатыр екен. Апау, неге құлқынсарыден тұрдың деді Рүстембай, ала көлеңке үй ішінде түрі сапсиып, самай шашы жаулығынан дудыраған анасының қартаң тартқан жүзіне бір түрлі елжірей қарап. Кәрі адамның ұйқысы тауықтың ұйқысында емес пе шырағым, көп жатсаң мамық төсекте тастай батады екен жамбасыңа. Мен аяп қайтесің, сендер аман болсаңдар шүкіршілік. Келінді оятпа, кішкене көз шырымын алсын. Жұмыс істеп, арып ашып жүр ғой байғұс. Сенің де көзің бақырайып, бетің жүн-жүн боп кетіпті. Бүгін ертең бітірерміз апа, сосын демаламыз ғой. Иншалла бітіріңдер деп кемпір құманын алып сыртқа шығып кетті. Аздан соң түндік шеті түріліп, үй іші жарық тартты. Үй ортасындағы жер ошақ басында беті қолын шайып отырған Рүстембай бір кезде сырттан шешесінің кебісі асыға тырпылдағанын естіді. Апырмау, неге аптықты бұл кемпір, әлде егінге мал түсті ме деп ойлап қойды Рүстембай. Бақан тірелген есіктен құманы салдырап шешесі енді. Рүстембай, далаға шықшы деді ол ентіге сөйлеп. Мына жоғарғы жақтан өзенді бойлап бір-екі атты келеді. Жансау көзімде жетіңкіремеді. Біреуі әлгі өзің айта беретін құлан сияқты, шошайған мылтығы бар. Құлан, ол қайдан жүр жаным-ау деп Рүстембай жейдешең сыртқа атып шықты. Бұл сәтте ол қарулас жолдасының келуіне қуанарын да ренжірін де білмеді. Үйді айнала беріп өзеннің жоғарғы бетіне көз салды. Судың жел беті кілең жарқабақты биік болса, бұл беті ойпаң жағалай біткен қалың бос тал еді. Биіктігі атты кісінің бойынан асады. Сол талды іргелей бірі алда, бірі артта екі атты келеді. Алдыңғысын Рүстембай жазбай таныды. Құлан, баяғы құлан. Ертедегі жорық күндері ойында жалт етіп, жүрегі дүбірлеп қоя берді. Бірақ асығыстық білдірмей былайырақ шығып, сабыр сақтап күтіп тұрды. Аттылар да сол аяңнан жазбай мұның қасына таянды. Уай, Құлеке, ассалаумағалейкум деп ұмтыла берді мергенге қарай Рүстембай қос алақанын жая. Әлік салам Рүстембай деген құланның үні де жарқын шықты. Аса бір қуаныш толқытқан түрі бар, өңі сәл қызарыңқы тартқан. Аттан қарғып түсіп, жолдасын құшақтай алды. Төске төс соғыстырғаннан кейін Рүстембай мергеннің жүзіне барлай қарады. Селдір сақал мұрты ұзарып өскені болмаса, баяғыдан көп өзгермеген тәрізді. Қаршығаның көзіндей шегір көзі қазірде жалт-жұлт ойнайды. Бірақ түн қатып, түс қашты болғаны аңғарылады. Ұрты омсырайған сүйекті беті шыңытыңқырап, жалпақ маңдайындағы қыртыс қатпарланып тұр екен. Құлан жолай ат үстінде көз ілініп кетіп, мызғығаны болмаса тоқтаған жоқ. Тек Абдол мінген ат қана белі босаңсып, таяқтата бергесін жол жорғасымен жүріп отырды. Әуелі Рүстембай үйіне түсуді ойлап келсе де, жақындай бергенде құлан біраз жүрексінген.
Қан майданда отқа кеудемізді бірге тосқанымызды ұмытып, белсенді болып кетпеді ме екен, қалай қарсы алады? Жарар, не де болса бара көрейін деп жүріп кеткен. Міне енді Рүстембайдың қою қара мұрт, қара сақалды, жел мен күнге тотыққан дөңгелек қызыл жүзінен, күлімдеген қой көзінен шын қуанғанын байқап жүрегі жылып кетті. Жол бойы қажығанын да ұмытқандай. Қарулас жолдасына ыстық ықыласын білдіретін әлде бір нәрсені айтқысы келеді. Бірақ аузына түсер емес. Құр жымиып күле берді. Ал неғып тұрсың Құлеке, үйге кірмейсің бе деген сөзін естісімен үйге қарай қозғалды. Солай қаңтара сал деді, атын байлайын деп шылбырына қол созған Рүстембайға. Үй иесі енді екінші жолаушыға қарады. Талтаяғымен түнімен атын сыртылдатып ұрып келген Абдол әбден қажығандай. Белі бүкшиіп, көзі кіртиген. Ат үстінде әрең отыр. Ол бұларға жақындағанда жоқ. Талдың сарғайған жапырағына мойнын соза берген торшолақтың тізгінін қарыса тартып, артта тұра берді. Тек Рүстембай өзіне қарағанда ғана қырылдап, «Салам алейкум аға» деді де сүйретіліп атынан түсе бастады. Рүстембай «Мынауың кім еді?» дегендей аңтарылып құланға бұрылды. Онысын түсіне қойған құлан. Ол бір бейшара мүсәпір. Айдалада адасып жүрген жерінен қасыма ертіп алдым. Ноғай екен. Басқасын кейін айтармын деп қысқаша ғана жайын түсіндірді. Жарайды деді Рүстембай жаңағы көңілді қалпымен. Ал Құлеке, үйге енейік. Үйіңде бөтен қара кісі жоқ па? Жоқ, өзіміз ғой Батыреке, 5 қаруыңды сайлап алыпсың, кімнен сескенген дейсің? Ай Рүстембай, ай, бұл көсеу болғырды, мен сәнге асынып жүр дейсің бе? Деп құлан есік алдына келіп жолдасына қарады да езу тартты. Содан соң мойнындағы мылтығы мен оқшантайын алып Рүстембайға ұсынды. Мә, мынаны бір жерге қоя сал, қатын баланы үркітіп үйге мылтығымды шошайтып кірмейін. Мақұл. Арқа басы кеңіп, бойы жеңілдегендей жүзі ашылып, мерген шекпенін шешіп, шаңын қақты да айналасын бір шолып есікке беттеді. Екі бүктелгенде еңкейіп, қараша үйдің табалдырығынан аттаған құлан бойын жазғанда, назары ең алдымен оң жақтағы жер төсектің үстінде отырған оқшырайған ақ жаулықты, әжімді, жалпақ жүзді қара кемпірге түсті. Есенсіз бе құдағи деп ілгері аттап барып кемпірдің бүріскен қолын алды. Содан соң төр алдына жайылған көрпеге жайласып бөркін алды. Амансың ба күн бала деп босаға жақта ауыл әйелінің мейман келгендегі ізетін сақтап түрегеп тұрған сопақ жүзді сары әйелге сәлемдесті. Әйел де бітік көзін үшбұрыштандыра бұған қарап дыбыссыз амандасты да самауырынын алып шығып кетті. Аман есен жүрсің қарағым, елің аман, жұртың тыныш па? Аман құдағи, аман деді құлан сол жақ іргеде бұрылдап тәтті ұйқыда жатқан қара домалақ қос ұлға біртүрлі іші елжірей. Қызыға көз қиығын салып, мына күшіктердің ұйықтасын-ай бас аяғына кетіп. Бала деген итті қойсайшы, күнімен жүгіреді де сілесі қатып жатады тырайып. Деп күрсініп қойды мерген. Өзінің осы жасқа келгенше жас иіскемегені ойына оралып, біртүрлі іші ашып кетті. Үйге көң етігі тарпылдап қайыршы кірді. Амансыз ба апа деді ол жымиған әлпет байқатып. Аман деді кемпір сәл жатырқағандай шүйіле қарап. Сен қайда жүрсің, отыр мына жерге. Құлан Абдолға балалардың аяқ жағын нұсқады. Жоқ аға, менің ұйықтағым келді. Апа маған айран берсе мен жатар едім. Қатты шаршадым, ұйқым келді. Құдағи, мынаған көжеңіз болса беріңізші. Берейін шырағым, берейін деп бүкшеңдеп түрегелген кемпір ши ішіндегі кішкене күбіні пісіп жіберді де тостағанға тары көже құйып әуелі құланға ұсынды. Күбі тобылғымен ұсталса керек, көженің бетінде қара құрым көбіктеніп май жүзіп жүр. Сусынды жұтып салғанда екі қонақтың да маңдайларынан тер бұрқ ете түсті. Құланның таңдайы бал татып кеткендей болды. Қайыршы көжесін сарқа ашып далаға жөнелді. Құлан туырлығы, кереге, уығы ескіріп тозған қараша үйдің аз ғана жиһазына көз жүгіртіп ойда отыр. Рүстембай да мына шешесі де өзім дегенге аузындағысын жырып беретін жандар-ау, үйге үкіметтен қашып жүрген адамды түсірдің деп күңкіл шығарса мен не дер едім? Сонау аты шабыста бірге болғанымыз өз алдына мен үшін күйіп кетсе, бала шағасына обалау, әлде ешкімнің көзіне түспей тұрғанда аттанып кеткенім жөн бе? Ел аман, жұрт тыйышта қысымшылық қылған Құдай-ай. Пайғамбар жасына да келіп қалдың, байыз тауып орнығудың орнына енді мына ойдан қырға жөңкіліп жүргенің. Ауылға барар жол кесілген тәрізді. Әлде жеті үй текемді алып бір жаққа қаша көшсем бе екен.
Қарағымға өтіп кеткендер бар демеп еді, әй ол жаққа жетудің өзі не ғайбылау, тығырыққа тығылған жерің осы шығар құлан. Тәуекел не де болса басқа салғанын көріп аларсың, басқа не амалың бар. Түс қайта қонаққа сойылған лақтың етін жеп жайланғаннан кейін Құлан мен Рүстембай сырт көзден таса жерде тұрған шығыр үйшігінің күн шуақ ығына төсек төсетіп әңгімеге отырды. Екеуінің алаңсыз сырласар сәті енді түсті. Енді еш нәрсеге алаң болмақ Құлеке, деді Рүстембай мергеннің оң жағына жайласып жатып. Бүгін бұл үйге жан адам жоламайды. Арғы беттен таңертең біреулер айғайлап еді, қайығымның түбі тесіліп қалыпты деп қойдым. Еш қауіп ойламай бүгін қонып кет. Құлан үндеген жоқ. Батысқа ауған күннің самарқау сәулесіне қызыл мыстай тотыққан жүзін тосып, сығырайып қиырға көз салды. Осы бет сонау көкжиекке дейін шөп ағарып оңып кеткен сұрдала екен. Сол сұрдала өңірінде Рүстембай егінінің аңызы көзге ұрып, сары барқыттан салған жамау сияқты ерекшеленіп тұр. Аспанда түте-түте сұрқай бұлттар баяу қалқып көшіп барады. Желдің зәрі таңертеңнен гөрі сынған, бірақ ауада бір ызғырық бар. Қыс ызғарын сезінген табиғат суықтан жан-жүні үрпиіп, булығып жатқан тәрізді. Міне осылай өгіз аяңмен дегендей жүріп жатырмыз Құлеке, деді Рүстембай. Бірте-бірте оңалып кетерміз. Заман түзеліп келе жатқан сияқты ғой, мынау арғы беттен биыл ауыл советтің жаңа орталығын ашты. Бұрын бір-екі үйі бар қыстау еді, қазір қоғамдалып үлкейіп кетті. Өзің де мана ертеңгілік байқаған шығарсың, анау төбесі шатырланып жатқан абажада үй тұр ғой, соны мектеп етеміз дейді. Әзір балаларды ауасы жеңіл деп киіз үйде оқытып жүр. Мұғалім іштен келген жас жігіт, бұрын жалшы екен. Совет тұсында раппак деген оқу бітіріп, ғұлама болып шығыпты. Орысша қазақшаға судай. Ликбез деген оқуда сақалы сапсиған мен сияқтыларда оқып жүр. Менің де қара борбайларым сол мектепке барады. Айтары жоқ, өкіметтің арқасында заманның беті түзелді ғой Құлеке. Ал байларың не қарекет жасап жатыр? Байқаймын Шарбақбайда бұрынғы күй жоғау шамасы. Шарбақбай ма? Ол бұрынғы құдайда емеспін, құдайдан былай да емеспін деген құдіретінен айырылды ғой. Алдымен сайлау құқы жойылды. Онан өзін салықпен біраз қысып жіберді. Есігінде жүргендер соттасып ақыларын алды. Қазір өзінде бұрынғыдай көп жалшы да қалмаған шығар. Союз қосшы ауылнай комсомолдар өзін біраз иектеп, бүгінде Шарбақбайың бұғып қана жүреді. Кейбір болжық сияқты белсенділермен жең ұшынан жалғасады деген сыбыс бар. Бірақ елден шетте отырған мен ондайдың анық-данығын білмедім. Сөйтіп бұрынғы күн жоқ десе Шарбақбайда, өзі де біраз дүрсініп еді, сол керек. Солай нэп кезінде біраз көпсіп еді, қазір жүнжіп кетті. Бірақ талайды көрген қумүйіз ғой, әлі де сыр берер емес. Сіресіп жүр беріспей. Бірақ үкімет оны іргесін шайқамай қояр дейсің бе, жағасына қол салар. Өйткені ағым солай көрінеді. Осы қыз серіктік деген ұйымдастырылады дейді. Соған кір, мүше бол деп мені үгіттеп жүр. Ойланайын дедім. Саясатқа көп жетіліп қалыпсың ау Рүстембай, деді Құлан сықсия күліп. Түбі ел басқаратын сен болмасаң нетті? Өйткені Сардар сияқты азаматтар өліп кетті. Біз пақырындай әуелде бәлшебек жолын ұстай алмай әрі-сәріде жүргендер жайына қалды. Әйтеуір шөре-шөремен тіршілік етіп келеміз. Сонда тізгінді сен ұстамай кім ұстайды? Bir жағыңда молдақұлдар жүреді жалбаңдап. Молдақұл ма? Ой, ол итті қойшы. Өзі күні жер-көкке сыймай жүр. Мен де сарбаз болғанмын деп. Сондағысы әлгі құмкешу соғысында біздің мергендердің атын ұстап тұрды ғой, қыр астында. Ісіп кебетіні сол. Әйтпесе ол майданның маңайына барды ма? Кейін ауылына қашып барыпты ғой. Иә, рас, одан кейін көрмедік, сөйткен екен ау. Айтпақшы, оның қызығы бар. Баяғыда ауылда ақтар шапты ғой. Сонда бұл көжелің мылтықты тастай салып, күркелеп үйген тезектің ішіне еніп кетіпті. Әйелдеріне сыртынан қимен бастыртып, жазалаушы солдаттар кеткенше соның арасын паналаса керек. Артынан ауылдан ауыл амандық сұраса бастадық қой. Bir күні кездесе кеткенде қалай аман қалдың десем әлгіні айтты. Және сонысына өзі ыржалақтап әжептеуір мәз боп тұр. Ой, ерім-ай дедім. Бүгіндер оны айту жоқ. Кәдімгі Амангелді батырдың оң қолы болған адамша лепіреді. Ол ма? Қазір аузынан нақ жалын шашып тұрған ағаш белсенді. Ол иттің жайы солай Құлеке, өз жөнің қалай, не тіршілік етіп жүрсің? Ай Рүстембай, ай, тіршілік дейтін менде не тіршілік бар дейсің? Итшілеген бір өмірде
Амалсыздық күні ме, әлде қараңғылығым кеселін тигізді ме, осы күні қашқын болдық. Бәрі әлгі Томар деген ақ топалаңның кесірі. Мені банды қарақшы болып кетіпті деген сөзді шет жағалап естіген де шығарсың. Ондай сөз жата ма, жер жарғандай дүңкілдеп тұрады ғой. Естідім, бірақ жұрт не айтпайды. Сол жанжал өзі неден шықты? Ол былай болды. Құдауанда бір болмашы нәрседен сондай өрт тұтанады дегенге адам сенбейді де. Иә, сонымен бұл өзі көктемдегі оқиға. Бір күні ауылға Болжық пен Томар келіпті. Біздің Серкеште дүниені бүлдіріп жүреді ғой. Сол төменгі ауылдағы Көрпебайдан бір мал алама немене. Екеуінің арасында тамыр таныстық алым берім болса керек. Сонан келе сала Томар Серкешке: осындай сен мына кісінің атын алған екенсің, соны қазір табан астында жетектетіп жібер. Әйтпесе арестовать етем дейді. Серкеш: менде бір жылқының көзі болғаны рас, бірақ оның орнына мал бергенмін. Ұрын барымташың мен емес деп жайын айтады. Оны Томар тыңдай қоймайды. Тап сол арада жылқыға құрық салып бір құнанды ұстап алып, әлгі Көрпебайға шылбырымен байлатады. Тіпті құнан Серкештікі де емес, біздің орман шалдікі. Сол арада төбелес шығады. Тапа-тал түсте зорлыққа қалай шыдайын? Бүйірім қызып, мен араластым ол іске. Шақырғанға келмегесін Болжық пен Томарды жігіттерге сүйретіп алдырып, жөн сұрап ақылымды айттым. Алай-бұлай қару жұмсап, қамшы сілтесем бір сәрі, оның бірі жоқ, бірақ іс насырға шапты. Үкімет адамын жәбірледі деп әлгілер мені әбден бастықтарына қараласа керек. Ақыр аяғы не керек, жаламен ұсталар болғасын, Көкбөрінің соқпағына түстім. Әйтпесе биыл өзімше шаруа қамын ойлап, жеті үй текемнің бас көтерерлерін егін егуге көндіріп едім. Енді олардың не қарекет етіп жатқанын Құдайым білсін. Хал осылай мүшкіл болып тұр Рүстембай. Бәрінен де жанымды күйдіретіні кешегі қызыл сарбаз мені апарып байлардың құйыршығына, бандының санатына тіркеп қойғаны. Бұған не айла бар? Ойлай-ойлай бас қататын болды. Иә Құлеке, жағдай мәз емес екен. Әуел бастан адастың-ау, содан әлгі Томарларың бел алып кетті ғой деп Рүстембай ойланып қалды. Әкем марқұм тек жүрсең тоқ жүресің деуші еді, тек жүрейін десем де түрткілеп жатқызар емес. Қайтеміз енді, пешенемізге жазғанын көргеннен басқа лаж жоқ. Жоқ Құлеке, сен жасыма, жасықтық сенің сүйегіңе бітпеген қасиет еді ғой. Боп дендеше тәуекел, енді мен ауылыма барамда шаруамды айналдырамын. Шаруа баққан адамда жұрттың несі бар? Бас жарып көз шығарған бүліншілігім жоқ. Тіпті әлгі Болжықтар айып тартырамын десе, оған қалай көнем, түк жазығым жоқ. Онысы жай сөз болар Құлеке. Бұрынғы сарбазды ұстау оңай ма екен? Не де болса, осыдан тікелей тартып отырып ауылыңа жетте, астығыңды бастырып, қыстауыңды сайлай бер. Томардан келген керді көріп алармыз. Ондай шолақ белсенділердің өңіреңдеуін тыяр үкімет. Ал енді тіпті ұстады бар ғой, ел боп, жұрт боп ізденбейміз бе? Сосын Томар не істейді саған? Абақтыға ақ жапсын, ертең суырып аламыз. Маған сол абақтың қиын боп тұр-ау. Тіпті абақтыға да сала алмайды. Әй қайдан, біздің Серкешті мені тап деп бір жұма қамап қойыпты деп естідім. Милиция ма? Милиция демекші осы біздің әлгі апанас қайт екен? Қай апанас, баяғы Жагордың баласы ма? Ол осында ма еді әлі? Құлан көңілінде бір үміт жарқ еткендей болды. Үні де сергек шықты. Дәл өзі, дуанда милиция начальнигі деп еді қысты күні. Басқа жаққа ауысып кетпесе, ауданға барсам, мен соны анықтайыншы. Орнында тұрса сәлем айтармын. Мынауың мен үшін жақсылық хабар екен. Қайда жүргенін дұрыстап сұрастыр. Әй, ол бір тәуір жігіт еді. Ана жылдары ақтарды қуғаннан кейін дуанда қал деп мені қаншама үгіттеді. Нағыз батыр деп соны айт. Қоян қолтық ұрысқа қандай шебер, сабаз. Қылышын оңды-солды жарқылдатып, топты жаудың ортасына кіріп кеткенде, айналасы шабылған шөптей жапырылып қала беретін. Иә, айтары жоқ, батыр еді. Кейін жараланып, өлім аузынан қайтты ғой. Милиция дейді десей сол апанас. Томарларыңның құйрығын бұрайды екен ғой. Бәрекелде, ой Рүстембайым-ай, талай қызық дәурен өтті-ау бастан. Міне енді шалдыққа да аяқ бастық екеуміз деп толқи сөйледі Құлан. Балаларың мал құлағы болып қалыпты. Қартайған немене? Қартайсақ та әлі жастарыңмен тайталасып, талай істің басын қайырармыз Құлеке. Қайсы бір бөркемік жасыңнан мың сан жаумен жағаласып, жеңген қышыры бар, біз артық шығармыз. Үстін соққыдан біраз есеңгіреп тұралағанмен байлар әлі күшінде. Болжық, Молдақұл сияқтыларға сүйеніп алып, әлгі Томарлардың құрық беруімен олар еп қылып жүр.
Солардың жағасын біз қисайтпағанда кім қисайтады? Лениннің өзі кедей шаруа бірігіп, шаруашылық кооператив құруы керек деп айтып кетіпті ғой. Соған қарағанда осы 2-3 жылда үлкен өзгеріс боларақ. Партияның қыстағы 14-ші съезінде жұмысшы шаруа көзіңді аш, оқы деп ұран тастады. Кедей балалары ішкі жаққа оқуға кетіп жатыр. Сөйте заман тіпті жақсарады ғой, оған да жетерміз аман болсақ. Иә, аман болсақ деп күрсінді. 6-шы бөлімнің соңы.